Мен барлығымызға билет сатып алып қойдым, то есть. Жарайды, енді 1 сағаттан кейін көресің ғой, сатып алдым ба, алынбадым ма? Иә, көремін. Жарайды, енді бізге ренжіп жатыр үйдегілер, не істейміз? Жарайды, енді өздері кешіреді ғой, біз кеткен соң қатты қуанатын шығар, наоборот. Қуанбайды, көріп тұрсың ғой көздерінен. Кәдімгідей өкініп жатқанына, бізге бауыр басқаған ғой просто. Бопты, қойшы, маған бәрібір негізі қалаға барғым келіп жүр қатты. Жалығып кеттім, жан, уже тұрғанымызға уже 5 күндей болды ғой. Скоро 2 күннен кейін уже 1 апта болады. Сен 1 аптада кетем дегесін маған. Ой, жарайды, жан, болды, қойшы, мен кеттім. Ана кісілер, то есть мама солар кетіп қапты қалаға. Қойшы, қалаға кетіп қалған ба не? Я кеше айтып жүрбеді ғой, білесің ба? Сол, короче, кетіп қапты, енді не істейміз? Жарайды, онда біз заттарымызды жинап дайындала берейік. Я сөйтейік. Сен жинай бер, пожалуйста. Жарайды, мен жинай берейін. Тоқта, билеттерді көрші, 1 сағат өтті ма? 1 сағатта өткен жоқ, әлі жаңа ғана қарадым ғой мен. Ой, бір тез-тез кетіп қалса екен, мен жалығып кеттім ұш қатты. 1 сағаттан соң. Жан, билеттер сатып алыныпты. Қойш, алақа, жақсы болды ғой. Иә, жақсы болды, бірақ мен қимай тұрмын шамалы. Несіне қимай тұрсың? Бұл жақтан қатты құтылғым келіп бара жатса, сен қимай тұрсың ғой. Енді бұл жер өзімнің нем ғой, үйден қалған жерім, яғни. Уже 5 күнде болып қалды, кәдімгідей бауыр басқалдық бір-бірімізге. Бір жан, қойшы, заты күшті емес па? Ой, маған несі күшті, егер мен жақындарымнан кетейін деп жатсам қалаға. Қойшы, көңілін түсірмеші мен де көңілін түскедеді, әйтпесе жан, пожалуйста. Бүгін кетеміз зато қалаға. Қалада жұмысымыз бар деген сияқты. Жарайды, сен үшін көңілімді түсірмеймін. Онда заттарымызды жинайық. Үйдегілер күтейікті, әйтпесе қазір не деді ғой? Бізді іздейді ғой. Иә, дұрыс айтасың. Қоштасалайық бірінші. Кешке жақын бірақ келсе не істейміз? Ой, ничего, қайтып кетеміз, әйтеуір қайтсақ болды. Билеттер бүгінгіге тұр, яғни сағат 9-дарға бүгін түнгі. Қош, 9-дарға? Ана кісі түнде келіп жүрмесе болды ғой. Бір, жарайды, бопты. Жан, түн батты ғой, қашан келеді, күтіп жалғып кеттім сағат 9-ға ғой, ал қазір сағат болса, сағат 7 болды ғой, біз қазір шығып кетуіміз керек. Алыс екен, білесің ғой, жан, пожалуйста, айтшы тез қайын жұртыңа. То есть қайын жұртымызға бару керек. Жан, енді кішкене шыдаршы, сосын кетеміз ғой. Может, ертең кетіп қалатын шығармыз, қайдан білесің? Жан, бүгінге ғой, пожалуйста, бүгін кетекші. Бір саған не болды, асығып? Пожалуйста, кішкене күтші, Сен маған олай сөйлемей, мен қазір кетіп қалам өзім ақ. Чемоданымды жинап. Қала берсен осы жерде. Қалатын болсын. Біз келдік, қайдасыңдар? Бір жан енді келді ғой, сағат 8:30 болды уже, үлгермейміз. Сағат 9-да ғой, білейін. Жарайды, енді жан, ертең шыға саламыз. Қайдаға асық бара жатсың? Қойшы болды. Сәлем бердік. Бір-бірден амандаспайды, барлығына общий сәлем дей саласын, болды ғой. Жарайды, кешіріңіз, келер жолы осылай қайталанбайды. Неғып суреттерді жақып қоймайсыңдар, біз келетініміз білесіңдер ғой. Ұмытып кетіппін, просто мен телефонда отырғам ғой. Сонда бүгін күні бойы бір жоқта не істедің? Жай отырдық, сөйттік, бүйттік. Неғып кетпегесіңдер? Кетіп қалмайсыңдар ма? Бір жоқта тез-тез көзімізге көрінбей кетіп қалмайсыңдар ма? Не болып қалды аяқ асты? Біз билет сатып алып қойдық, сіздерді күтейік дегенбіз ғой. Және де сағат 9-ға жазылып қойғанбыз, қазір сағат 8:30 болып кетті, сосын үлгермей қалдық. Вот, сендер үшін осы жай келдік қой.
Жан, мен түсіндім неғып жай келгенін. Біз аны неге қалқасын деп келген жай. Жоқ, ой ойламашы, бізді неткен қимаған просто, сол үшін жай келген ғой. Туф, келесі жолы келетін болсам осы жерге күтпей-ақ кете беретін боламын. Күтіп сыйлап атсам, маған бетіме бұлыш-бұлыш деп сөздерін айтып жатыр ғой. Жарайды жан, енді чемоданымыз дайын тұр ғой, енді мен бастысы ертең кетеміз ғой, ұйықташы болды. Жарайды, қазір ұйықтаймын, телефонды қойып алайын, телефонмен ұйықтамайтын шығармын. Ашуланбашы, пожалуйста, жан, басым ауырып кетті и так. И сен басың неғып осы ауырады, білмеймін, менің сөздерімнен ба? Жан, тұр деймін, аэропорттан қаламыз, жан. Тұр, мен сағат 7-ге жаздырып қойғам, қазір сағат 5 болды ғой, тұр, жан. Ой, не қылып тұрам, қойшы, ұйықтай тұрайын кішкене. Жан деймін, бошы, бүгін кетеміз біз. Ой, бір жан, тұршы, блин. Мен сен күтіп тұратын уақытым жоқ, кеше де жолымыз болмай қалып, бүгін де жолымыз болмаса, мен сен кешірмеймін, жан. Жарайды, тұрдым ал. Телефондарымызды ал. Мен қолым бос емес, көріп тұрсың ғой, чемодан. Ей, стоп, сендер қайда бара жатсыңдар? Сендерге әлі кетуге болмайды. Бірінші, мамаларыңмен қоштасу керек. Мама сағат 7-де тұрады. Жеңге, біз аэропорттан қалып бара жатыр едік. Бізді жібере саласыз ба? Ойбай, кетші бар, жібермеймін мен сені. Біз бұрында осы жаққа келіп тұрған кезде, өзіміздің жеке үйіміз болған, мен келіп, осы жақтан жалығып, мен де қаланың қызымын, если что. Жалығып, әрі деген үйрендім ғой. Сен де үйренесің, қалыңдар үйде. Немене қалмай жүрсіңдер? Соны айтам, қалыңдар үйде. Біз кетуіміз керек, кешірім сұраймын сіздерден. Бірақ асығып тұрмыз да, сағат 7-ге жазылып қойған ғой, мына қыз кеше. Ойбай, неғып ерте жазылып қойғасын, сағат 7-де тұрады мамамыз. Сосын бірақ қоштасып, бәрімен қоштасып кете берсеңдер болады. Пожалуйста, есік ашық. Соны айтам, не болып қалды, бізден құта алмай жүрсіңдер ма? Ой, жарайды енді. Ой, жан, кете бермедік па, блин. Сен ғой өзің жүрші деп қоймадың ғой тура. Жарайды жан, енді қойшы. Міне уже екінші попыткамызда орындалмады. Қазір күту керек, сағат 7-де уже аэропорт бәрі жабылады. Сағат зато 10-ға не бар ғой, билет бар ғой. Одан да жібермейді по-любому. Бізді ұстап тұр ғой. Бір жан, пожалуйста, қойшы. Ондай сөздерді айтпашы маған, пожалуйста. Кетеміз ғой ақырындап. Я кетеміз саған, отырмызбен қашан кетеміз біз? Өмір кетпейтін шығармыз бұл үйден. Мыналарға не көрінген, айтшы. Сан айтам, не көрінген, бізден құтыла алмай жүр ма? Кішкене күту деген болу керек қой, айтшы. Соны айтам, күтпей ма кішкене? Біз жамандап атқан шығар ана 2 қатын. Сен олай сөйлеме, мен жеңгелеріме. Қош, жеңге емес, не жөн дұрыс. Өсекші ғой, өсекші. 9:30 болды, аны көрдің бе? 9:30 болды. Тез 10-ға кете берейік. Үлгереміз аэропортқа? Үлгереміз, конечно. Ал достар, мен сериалым аяқталды, яғни бұл соңы 5-ші бөлімнің, және де сіздер маған лайк басып, тіркеліп, колокольчикті басып, комментарий жазып кетіңіздер достар. Менің әр видеомда лайк көп, ол лайкқа өте қатты рахмет айтам. Бірақ комментарияны жазып кетейік, достарыңызға менің каналымды поделиться жасап, видеоларын көруді сұраңыздаршы, өтінемін.